Байлық келмеуінің 5 себебі. Осы қызық сұрақ негізі. Осыған дейін 3 жыл бұрын өзімде бір сұрақ болатын. Кім көп ақша табады, кім өмірде бай болады екен деп. И сол нәрсені ойланып, мен осы уақытқа дейін бірнеше кәсіппен айналыстым. Және Аллаға шүкір қазір бай мұсылманның қатарына да өзімізді жатқызамыз. Және байлық келмеуінің 5 себебін өзім анықтап шықтым. Және өмірде ситуациялар болды, қай кезде мен ақша аз таптым, қай кезде көп таптым. Соның мысалында сіздерге бүгін байлық келмеуінің 5 себебін айтқым келіп отыр. Алдымен мына нәрсеге тоқталайықшы. 2 адам бар. Бірі өте көп жұмыс жасайды. Таңертеңнен кешке дейін, бірақ табатын ақшасы 200-300 мың теңге, көп емес. Бір адам бар, аптасына бір 1-2 күн жұмыс істеп қояды, немесе таңертең кешке бір 2-3 сағат жұмыс жасайды, бірақ айына миллионнан көп тауып жатыр. Осы ситуацияны ойланып қараңыз. Біз бұдан қорытынды жасауымыз керек. Негізі еңбек жасау, еңбек ету, көп еңбек ету, ол тікелей көп ақша табуға қатысы жоқ. Бірақ бізде қазақта мынандай мақалдар да бар. Еңбегің егіз болса, байлығың сегіз болады. Еңбегің қатты болса, тапқаны тәтті болады. Немесе еңбек етсең ерінбей, тояды, қарның тіленбей деген секілді көптеген мақалдар бар. Именно осындай мақалдар бізді еңбек етуге шақырады. Әрине, еңбек ету жақсы, әрекет ету керек. Бірақ сіздің ойыңызда всегда мына нәрсе болмау керек. Көп еңбектенсем, онда мен көп ақша табам деген нәрсе болмау керек та. Мысалға, автомойкада жұмыс жасайтын адамдар. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасайды. Қанша табады? Максимум мен ойлаймын, бір 300 мың, 250 мың теңге табатын шығар деп. То же самое официант, немесе таксист. Таксист болса, таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеп, где-то айына бір 300 мың, 400 мың теңге табуға болады. Курьер тоже өте көп жұмыс жасайды. Ана жаққа тастайды, мына жаққа таскать етеді. В общем, пахать ету конкретно жұмыс. Бірақ тауып жатқан табысы точно миллион емес. Бай болатын да емес. Значит, бұл жерде біз осы жерден тоқтатып тастауымыз керек. Көп ақша табу, ол сіздің көп еңбек етуіңізге тікелей байланыс жоқ. Еңбектену дұрыс, әрекет жасау керек, жасамау керек емес. Бірақ ойыңыз тек қана көп ақша тапсам, көп ақша келеді, көп еңбектенсем, көп ақша келеді дегенге тірелмеу керек ешқашан. Мысалға, мынандай бір шеңберді елестетейікші, осындай шеңбер бар. Осы жерде мен түсіндіргім келіп отыр. Мысалы, мынау сіздің 2 шеңбер тұр ғой енді. Соның сыртыңғы алаң және ішкі алаң деп алайық. Сыртқы алаң бұл сіздің өміріңіздегі сыртқы нәрселер, яғни инструменттер, поставщик табу деген секілді. Мысалы, мына примерлерді келтірейін. Поставщик таба алуыңыз, сату қабілетіңіз, команданы басқара алуыңыз, реклама жасау, немесе адамдармен сөйлесе алу, тіл табысу деген бұл мынау сыртқы сіздің өмірдегі инструменттеріңіз. Қолмен жасап әрекет етуге болатын. Енді бірақ одан да маңызды нәрсе бар, бұл сіздің ішіңіздегі ішкі шеңбер. Бұның ішінде сіздің убеждениелеріңіз, дұрыс емес ойларыңыз, сіздің мышлениеңіз. Осы бүгінгі тақырыпта мен мына сыртқы инструменттер емес, именно ішкі мышлениені қозғағым келіп отыр. Неге? Өйткені адамның ішкі ойлары, ой түсінігі, көзқарасы дұрыс болса, ол сыртқы инструменттерді дұрыс қолдана алады. Ол қанша жерден инструментті білсе де, қанша жерден бір мықты курс оқыса да, дұрыс нәтижеге жете алмайды, егер өзінің ішкі ойлары, көзқарасы дұрыс емес болса. Сонымен, байлық келмеуінің 5 себебі. Алдымен тоқталмастан бұрын, есімім Ұзақбаев Мейірбек. 5 жылдық тәжірибесі бар, кәсіпкермін, тендер маманмын. Қазір шәкірттеріме инвестормын. Осы уақытта дейін көптеген тендер ұттым. 68 миллион теңгеге тендерді орындап, 14 миллион теңге таза пайда көрдім, 30 миллион теңгеге наличными BMW автокөлігін алдым. Жалпы нәтиже өте көп. Және осы уақытта дейін алған тәжірибемнің ішінде байлық келмеуінің 5 себебін өзім өмірімнен шығардым, соны сіздерге бір түсіндіргім келіп отыр. Ақшаны құнсыздандыру. Яғни бұл уже бұрыннан келе жатыр. Тіпті кейбір отбасылардың өздерінің балаларына осыны былайша айтқан кезде пропагандировать етеді, то есть айтады. Ата-ананың өзі кейбіреулер оны дұрыс емес деп, дұрыс деп санайды соны. Ол ақшаны құнсыздандыру деген қалай? Мысалға, қарапайым, бай адам, ол жадный адам, ол жаман адам. Ол ақшасын ешкімге бергісі келмейді. Мысалға, СССР-дің кезінде білесіздер, қандай ойлар болатын еді? Барлығында біліміңді ал, оқуды бітір, жұмысқа кір стабильно, болды. Яғни ол жақта артық көп ақша тап, қаржылай еркіндікке шық деген әңгіме қозғалған жоқ та. Өйткені адамдардың барлығында ой андай болды. Ақша табу ол көбісінің қолынан келе бермейді. Көп ақша табу ол дұрыс емес, ақша қолдың кірі деген секілді дұрыс емес ойлар болған соң,
көп ақша табу дегенде мақсат болған жоқ та, и стабильно көп адамдар жұмысын жасап жүре берді. СССР-дің кезінде көп адамдар миллионер болған жоқ. 90%, 95% не болды? Стабильно жұмысын істеді, өмірінің соңына дейін сол жақта өмірін өткізді да. Мысалға, қандай примерлер бар? Бақыт ақшада емес. Ақша көп таппайтын адамдардың айтатын сөзі. Бақыт ақшада емес. Көп ақша бұл арам ақша. Оны только жаман жолмен ғана, мошенничествомен ғана табуға болады деген ойлар болады. Ақша бұл қолдың кірі. Не істейсің оны? Бүгін бар, ертең жоқ. Ақша жүрген жерде адалдық болмайды деген тоже түсінік бар көп адамдарда. Ақша адамды бұзады. Яғни дұрыс емес ет жібереді, жадны ет жібереді. Және қанағат болу керек қой адам деген өмірге. Шүкіршілік болу керек қой деген секілді ақшаны құнын түсіріп тастайтын бізде осындай ой болатын болса, ешқашан байлық келмейді. Сіз просто былай ойланып қараңызшы, адам тез арада байығысы келіп тұр мысалға, ақша тапқысы келіп жатыр. Бірақ ойында тез ақша табу ол тек алаяқтық жолмен деген ой болса, бірақ өзі адал жолмен тез ақша тауып отыр, тапқысы келіп отыр. Таба ала ма? Таба алмайды. Ойы дұрыс емес, бірақ сыртында жасағысы келіп жатқан әрекеті дұрыс, бірақ ішкі ойы дұрыс емес. Бұндай кезде адам бір орында тұра береді. Көбісінің неше түрлі курс оқып алып, бірақ нәтиже көрсетпеуінің себебі мынада да. Ана курс негізі шығарады. Реально 1 миллион теңге табыс табуға көмектесуі мүмкін, бірақ ішкі өзінің ойында тез ақша табу тек харам жолмен, көп ақша тапсам мен жадный болып кетем деген секілді ойларының кесірінен ол әрекетін на все 100% жасай алмайды. Сондықтан осы ойлардан біз арылуымыз керек. Және бір қызық нәрсені айта салайын, факт. Жалпы әлем бір кедейлікті не істеп жатқан сияқты андай пропагандировать етіп адамдарға кедейлікті бір жақсы етіп көрсетіп жатқан сияқты. Өйткені бүкіл әлемге негізі кедейлердің көп болғаны выгодно да. Байлар көп болса қиын ғой. Кім там заттар сатып алады, кім потребный болады. То есть кедей адамдар всегда не істейді? Сатып алумен айналысады ғой енді. Ананы сатып алғысы келеді, мынаны сатып алғысы келеді. Бәрі кәсіпкер болса, бәрі миллионер болып кететін болса, әлемге невыгодно. Сол үшін мультиктерде, байқасаңыздар, киноларда кедейлікті жақсы етіп көрсетеді. Мысалға, Алдар Көсені білесіздер, мультикті. Бай адам қандай көрсетеді? Анау сараң, түк білмейтін, алданып қала беретін постоянно деп көрсетеді. Жадный адам етіп көрсетеді. Ал Алдар Көсені андай халықтың адамы, всегда там байдан бір нәрсені тартып алып, кедейлерге таратып беретін адам ретінде көрсетеді. Робин Гуд несі бар, мультик бар, фильмі бар. Сода да қалай? Робин Гуд всегда кедейліктерді қолдап, байларға атака жасап, олардың мал мүлкін тартып алып, кедейлерге тартып беріп сөйтіп жүреді да. И кедей адамды бір күшті позицияда етіп көрсетеді негізі. Киноларда көп негізі мысал келтіретін болсақ, ол нәрселерден біздің миымызға сіз байқамасаңыз да, қабылдамаймын десеңіз де оны жақсы етіп көрсетеді. Мысалы, кім ойлады Алдар Көсені жаман деп? Ешкім. Жақсы деп барлығы қолдайды негізі. Бірақ бізге осылай кедейлікті жақсы етіп мультиктер, кинолар көрсетіп жатыр. Біз енді бұл установка дейміз бұл нәрселерді. Дұрыс емес ойлардан біз андай мен арылам болды, жойып тастаймын дей алмаймыз. Біз оны жақсы ойлармен ауыстыра аламыз. Мысалға, бай адам бұл қоғамға пайдалы адам. И фактпен келтірсеңіз болады өзіңізге. Мысалға, Стив Джобс, Билл Гейтс әлемге өзінің пайдасын тигізіп жатыр да. Мысалға, Стив Джобс қаншама ауырып жатқан балаларға вакцинаға ақша құйып, кәдімгідей өзінен кәсібінен тапқан ақшасын берді. Қайырымдылыққа қаншама миллиондап ақша беріп жатыр да. Яғни бай болса, сен көп адамға көмектесе аласың. Ақша көп болса, адамдарға пайда келіп, көбірек садақа бере аласың деген секілді пайдалы боласың. Көп ақша болса, сен сапалы өмір сүресің. Сапалы заттар ала бастайсың. Арзанға уже тамақ ішпейсің, сапалы тамақтар ше бастайсың. Уже сенің өміріңнің сапасы өсе бастайды да. Бұл установкалар уже бағанағы жаман ойларды алсатады және соның орнына тұру керек. Көп ақша өмірді қиындатпайды, керісінше өмірді жеңілдетеді. Ақшаң көп болса, сен просто, не знаю, там, курьер заказ ете саласың, барып төменге түсіп супермаркетке жүрмейсің, көмекшіні жібере саласың, немесе доставка заказ етесің. Қарапайым, банальный нәрселер, бірақ сондай факттер сенің дұрыс емес ойларыңды құртады. Және осындай дұрыс установкалар сенің миыңда болса, саған байлықтың келу шансы жоғары. Екінші үлкен бір себеп бұл жертва позициясында болу. Бұл сөзбен айтқанда жылау адамдар. Жылау адамдар ешқашан бай болмайды өмірде. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Жертва позициясында адамдар ол қандай? Барлық өзінің өмірінде болып жатқан проблемаларын басқаларға сілтейді. Өзі кінәлі емес, өзі таза. Анау кінәлі, мынау кінәлі. Мысал келтірейін.
тендерде болатын болса, заказчик товарды қабылдамай қалды, тендерде конкурент көп қой, тендерде ақша жоқ, мемлекет ештеңе істемейді, мемлекетте проблема всегда, акимат қайда қарап отыр, клиенттер жоқ қой, елімізде жұмыс, короче, көп та, мені сыйламайды, менімен дос болмайды адамдар. Проблема өзінде емес, проблема мемлекетте, досында, и всегда басқа біреулерден сол проблеманы іздейді. Ең сорақысы, жертва позициясындағы адамдар ешқашан әрекет жасай алмайды. Ешқашан бір нәрсені түзеуге тырыспайды. Өмірінде дұрыс нәтижеге жете алмайды, өйткені ол таза, всегда өзінде қате жоқ. Ол бәрін дұрыс жасап жатырмын деп ойлайды. Бірақ на самом деле жасап жатқан әрекетінің қателіктері өте көп. Және ол нәрсені өзі мойындамайды. Содан кейін жүре береді, бір орында жүріп. Енді біз қандай позицияда болуымыз керек? Біз автор позициясында болуымыз керек. Автор. Кез келген өмірдегі ситуациялар, проблемалар, ол тек сенің қабылдаған шешіміңнің нәтижесі. Сенің қазірдегі болып жатқан өміріндегі проблемалар, ситуациялар, ол сенің осы уақытқа дейін қабылдаған шешімдерінің нәтижесі. Ол жақсы болса да, ол жаман болса да, бұл сенің қолыңда. Өмірде жақсы болу, жаман болу, бай болу, кедей болу, бұл тек қана сенің таңдауыңда. И автор позициясын сен осыны түсінесің. Сенде всегда мүмкіндік берілген. Сенде всегда таңдау бар екенін сен қабылдай аласың да. Ал жертва позициясында адам таңдау жоқ ода. Ода как будто всегда бір тупикке, жамандыққа алып баратын жол бар сияқты көреді. Автор позициясында сен таңдай аласың. Так, хорошо, маған миллионер болу ма? Все, мен осы жаққа жүремін. Маған кедей болу ма? Осы жаққа. Сен көріп тұрасың екі жақты. И осындай екі ситуацияны көрген кезде сен реально дұрыс жол таңдайсың, дұрыс әрекет жасайсың, и қателігіңді мойындайсың, жасасаң, сен өсесің. Мысалға, тендер маманы егер жертва позициясында болса, ойы мынандай болады. Ой, қазір тендерде конкуренция көп қой, табыс таба алмайсың қазір, оңай емес, қиын табу деп әрекеті ештеңе жасамайды, отыра береді да солай. А енді автор позициясындағы адам істейді, тендерде табыс тауып жатырғандар бар, факт көрдіңіз, өзі факт бар да, тауып жатқандар бар, шәкірттер бар. Мен дұрыс емес жасап жатырмын. Егер мен таба алмай жатсам, значит менде какой-то бір нәрсе дұрыс емес. Либо мен дұрыс емес ниша қатысып жатырмын, немесе мен дұрыс емес тендерлерге кіріп жатырмын. Не істеу керек? Курс алу керек, немесе консультация алу керек, ақылдасу керек деген секілді әрекетке шақырады уже. Сіздің ішіңіздегі, сіздің қабылдаған позицияңыздың өзі іштен әрекетке шақырып отырады да. Жертва позициясында ма, сен әрекеттен қашасың. Автор позициясында ма, сен уже әрекет іздей бастайсың, шешім іздейсің. Вот осы позицияда болсаңыз, байлыққа жету шансыңыз жоғары. Үшіншісі, дұрыс емес орта. Жалпы өзімде дұрыс емес ортада болғанмын. Мына сөзді естімейінше, сенің 5 досыңның орташа табысының көрсеткіші. Сенің табысың, сенің 5 досыңның орташа табысының көрсеткіші. Сен табыс табамай жүрсің ба, немесе бір нәрсеге жете алмай жүрсің ба, мақсаттарың орындалмай жүр ма? Скорее всего, сенің сол мақсатыңа жете алмауыңа ортаң да әсер етіп жатыр. Не скорее всего, а көп шанс бар сенің ортаңның табыс табуыңа әсер ететініне. Мысалға, анау эксперимент бар, бүркітті, кәдімгідей қыран болып ұшып жүрген таудағы бүркітті не істейді? Тауықтардың қасын қосып қояды да. 5 күннен кейін, ана бүркіт ұшпайды ғой. Ұшпайды, жұмыртқа басайын деп жүрді отырып мысалға. То есть, уже сіздің ортаңыз қатты әсер етеді. Анау видеоны кім көрді? Осы жерде қазір шығады. Видеоны білесіздер, жылқылармен бірге бір бұзау шауып баратқан. Ол өзін, мен сиырмын ғой, мен шаппауым керек деп отырмайды да, қасындағы жылқы шауып баратқаннан кейін өз-өзіне кәдімгідей вызов тастап жүгіріп шауып баратыр да. То же самое сен өмірде солай. Сенің егер ортаң дұрыс емес болса, сені артқа тарта беретін болса, сен өзің сол позицияда қалай сол жаққа көшіп кеткенін білмей қаласың. Мысалы, менде осыдан 5 жыл бұрын, енді тендер бастамастан бұрын, мен өзім ауылда өскенмін. Ауылда барлығында жаңағыдай позиция. Ақша табу ол көбісінің қолынан келе бермейді, тек избранныйлар таба алады. Біркелкі адам, дара адамдар ғана таба алады. Көбісінің қолынан келе бермейді ғой. Біз сол стабильный жұмысқа кіруіміз керек, мемлекеттің жұмысына еш нәрсе жетпейді деген секілді ойда жүрген ортада болдым. Шыны керек, ондай ортада сен ешқашан сенің ойында миллион теңге табу жеңіл, оңай жолмен ақша табуға болады деген ойды сен ойлай алмайсың никак. Потому что күн сайын сен достармен сөйлесу арқылы сенің миыңа мусор төгіле береді. Тік, и сен ол мусордан шыға алмайсың никак. Шығу үшін только сен өзің мақсатын қоясың, араласуды азайтасың, соған қарай жүресің ғой, болды. Сол кезде қалай болды мен ситуацияны? Мен мақсат қойдым, араласуды азайттым, тек соған қарай әрекет жасадым, уақытын мақсатыма қарай құрттым, достарым өзі алшақтай бастады да.
уже түсінді да, бесполезно маған жаңағыдай сөздерді айтудың. Сіздерге де кеңес берем, өздеріңіздің ортаңызға көңіл бөліңіздер. Төртінші, байлықтың келмеуінің себебі бұл жоспардың болмауы. Көп адамдарда мақсат қоюда проблема жоқ. Мақсат қояды, жазады. Өйткені қазір бүкіл әлем мақсат қоюдың тренд қылып жіберген ғой. Бәрінің қолына келеді мақсат қою. Бірақ мақсатқа жете алмайды. Өзінің қалаған табысын таба алмайды. Неге? Өйткені жоспар жоқ. Күнделікті әрекеттерінің өзі ешқандай жоспарсыз болса, онда төменде ешқандай нәтижеге жете алмайсың да. Күнде сен не жасайсың, соның өзі жоспарлы болу керек. Қарапайым календарға жаз. Осындай күні осылай жасаймын. Мысалы, аптасына жексенбі күні отырда, әрбір күніңе өзің жоспар қой. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бәр күнге так, мен мына күні мынаны жасаймын, мынаны жасаймын. Тендерге пример ретінде келтіретін болсам, дүйсенбі күні мына тендерді қарауым керек, сейсенбі күні мына тендерді қарауым керек, мына порталға заявка беруім керек, мына тендерді орындауым керек, Қытайға байланысқа шығуым керек деген секілді жоспармен жүрсең, сенің осы қадамдарың ақшалап келеді да. Хаосный әрекеттер емес. Хаос деген қалай? Сен жоспарың жоқ, сен любой нәрсені жасай бересің, алдыңа келген нәрсен. Анау, мынау. Адам сияқты ғой, өзінің мақсат жоқ. Сен любой нәрсеге іске кірісіп кете бересің да. Егер сенің мақсатың бар, жоспарың бар болса, сен фокусированно бір әрекетке ұмтыласың. Сен нәтиже көрсету шансың жоғарды. Өйткені сен бір әрекетті ұрасың. Тік. Дүйсенбі күні, сейсенбі күні уже сен мақсатқа жетіп жатқанын өзің түсіне бастайсың. Егер сен хаосный әрекет жасайтын болсаң, кез келген затты жасай беретін болсаң, онда нәтижеңе жету шансың төмен. Өте төмен, жете алмауың да мүмкін. Сондықтан көп адамдар көп әрекет жасап тұрып, нәтижеге жете алмауы осыдан. Өйткені дұрыс жоспар жоқ. Көп адамдардың нақты мақсатына аз әрекет жасап жетуі нақты жоспармен. Өйткені ол кілттік қадамдар жасайды да. Орысша айтқанда ключевые действия жасайды, которые мақсатына жеткізетін. Сондықтан жоспар құрыңыз обязательно. Бесіншісі, бай болуға сенімнің жоқтығы. Енді бағанағы айтқан әңгімелердің барлығы, соның 4 себебінің барлығы тек мынаған келіп тіреледі. Егер сен өзің бай болуыңа деген сенімділігің төмен болса, мен недостоймын оған, мен бай боламаймын осы деп ойланатын болсаң, бекер да. Сен қанша жерден әкрет жасап атсаң да, қанша жерден курс оқып атсаң да, инструмент үйреніп атсаң да, бекер. Сен өзіңе сенімді болуың керек. Мен білмеймін енді, өзім шыны керек, өзім қазір таңғалам, мектеп кезінде болсын, мен ұбт тапсыратын кезде көбісі қиналады ғой негізі. Мен ұбт-ға грантқа түсе алмасам да, мен мойыған жоқпын. Өйткені мен түсіндім, то, что мен зарплатаға жұмыс істемейтінімді, мен бизнесмен болатынымды, мен ақша тауып бай болатынымды мен сездім, мен сенімді болдым да өзіме. Даже если ұбт-ға мен түсе алмай қалсам да грантқа, проблема жоқ. Мен самый главный, менің мақсатым ол зарплата жұмыс істемес қой. Менің мақсатым бизнесмен болып ақша табу. Кейде наоборот ойлап қоям, платныйға түскенде дұрыс болды ма деп, өйткені сол арқылы универдің кезінде кәсіп жасап кеттік та. Өзімнің ақшамды табу үшін, оқуға ақшаны төлеу үшін. Өзіңізге сенімді болсаңыз, реально байлық сізге келеді. Өзіңізге сенімсіз болсаңыз, онда барлық сізден қашады. Сондықтан всегда ең алдымен өзіңізге сенімді болыңыз. Бай болу деген бұл сіздің таңдауыңыз. Ол ауадан бері ести алатын нәрсе емес. Кез келген бай болған адам, ол таңдау жасаған, ол шешім шығарған, ол өзіне сенімді болған адам. Әлемде қанша миллионер бар деп ойлайсыз? Долларовый миллионер. Әлемде 50 миллион адам бар. Ойлаш? 50 миллион долларовый миллионер бар әлемде. Қазақстанда орташа есеппен 50 мың адам миллионер екен. Аз сияқты негізі, бірақ бұл андай официальный данды ғой, негізі неофициальный есептейтін болсақ барлығы, одан да көп, где-то бір 200 мыңға жуық адам шығады миллионер. Но 50 миллион адам әлемде, Қазақстанда 50 мың адам миллионер болып жатқан кезде, сіз жасай алмайсыз ба? Әлде жолын тауып жасайсыз ба? Бұл уже сіздің таңдауыңыз, көрдіңіз бе? Адамдар тауып жатыр ақша. Сен де таба аласың негізі. Бірақ сен жасайсың ба, жасамайсың ба, бұл уже сенің таңдауың. Жалпы қорытындылайық. Бірінші, ақшаны құнсыздандырмау керек. Ақша бұл біздің өмірімізде маңызды, және бізге көп нәрсеге мүмкіндік аша алады. Екіншіден, автор позициясында болу керек, жертва емес. Үшіншіден, дұрыс ортамен араласу керек. Достарыңыз сізді артқа тартып жүрсе, лучше олардың араласуды азайтып, өзіңіздің мақсатыңызбен көп жұмыс жасағаныңыз дұрыс. Бай боламын дегенге сену. Әлемде избранныйлар ғана емес, кез келген адам бай болады, және оған таңдау бар. Және сіз де бай боласыз, оған сенімді болыңыз. Өміріңізді жоспарлаңыз. Жоспарсыз әрекет дұрыс емес болады. Сондықтан жоспарлап,
кез келген әрекет жасайтын болсаңыз, нәтижеге шығуыңызға мүмкіндік бар. Жалпы біз бүгін сіздермен бірге осы ішкі ойларды талқыладық. Қандай дұрыс емес ойлар, қандай дұрыс емес мышлениелер біздің байлығымыздың келуіне кедергі келтіретінін талқыладық. Ал енді поставщик табу, сату қабілеті, дұрыс баға беру деген секілді сыртқы инструменттер, олар да маңызды. Ең алдымен ішкі уже сенімдеріңізді, ішкі ойларыңызды жөндесеңіз, онда уже сыртқы инструменттер үйрену керек. Егер табыс табудың нақты инструменттерін іздеп жүрсеңіз, сізге 2025 жылы 1 миллион теңге табудың толық схемасын түсіндіретін сізге видео сабақ дайындап қойдым. Соны көріп шығыңыз, сол жерде сыртқы инструменттер арқылы қалай айына 1 миллионнан жоғары табыс табу керектігін түсінетін боласыз. Көргеніңізде көптеген адамдар өзі жақсы видео отзыв қалдырған, сондықтан міндетті түрде сол видеоны көріп шығуға кеңес беремін. Ал осы видео пайдалы болса, комментария жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Және видеоны өзіңіздің досыңызбен бөлісіңіз. Барлықтарыңызға сәттілік.